таухид жайында көп айтады екен деп не қылмаңыздар, бірақ шынымен мына заманда өте көп айту керек сияқты болып қалған сияқты. Өйткені таухид жоқ жерде дін жоқ. Әке шешені сыйлау, иә, ол дінде бар. Бірақ ол діннің фундаменті емес. Туыстық қарым-қатынас сақтау дінде бар, бірақ ол діннің фундаменті емес. Көркем мінез-құлық дінде бар, бірақ ол діннің фундаменті емес. Мысалға сен уағыз айтатын болсаң, әке шешені сыйлау туралы жақсы, сауап аласың. Туыстық қарым-қатынас сақтау туралы сауап аласың, садақа туралы сауап аласың. Жетім жесірлерге қайырым көрсету сауап аласың. Көршінің хақысын туралы айтатын болсаң, сауап аласың. Арақтан тоқтату, зинадан сақтау сауап аласың. Бірақ таухидке шақырсаң, ең үлкен сауап аласың. Оған тең келетін сауап жоқ. Бұл ең жоғарғысы. Дін содан басталады. Құран сол үшін түсті, пайғамбарлар сол үшін келді. Сол үшін мен сіздерге айтайын деп жатқан мынау Кафирун сүресі, бұны жиі оқимыз. Пайғамбарымыз да өмірінде жиі оққан. Мысалға бәріңіз білесіздер. Егер еске салып көрейікші, Кафирун сүресін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай кездерде оққан еді сүннет бойынша? Таң намазынан ақшамнан кейін, таң соңында. Иә, бір қызық нәрсе сіздерге айтайын. Енді тауаф жасаған кезде екі ракат намаз оққанда бірінші ракатында Кафирун, екінші ракатында Ихлас сүресі оқылады деген сияқты. Таң намазының алғашқы екі сүннетінде пайғамбарымыз бірінші ракатында Кафирун, Фатихадан екіншісінде Ихлас сүресін оқитын еді. Енді бір қызықты қараңыздар. Біздің күніміз таңмен басталады. Таң намазының алдында екі ракат сүннетті оқып бастаймыз. Сонда біз нені күндізімізді немен бастадық? Кафирунмен және Ихласпен бастадық. Енді үтір намаз. Үтір намазында осы сүрелер оқылады. А'ла сүресі, одан Кафирун, Ихлас. Сенің үтір намаздың соңғы. Соңғы намаздарың үтір болсын деп хадисте келеді. Егер сен түнде тұратыныңа сенімді болатын болсаң, құптаннан кейін үтір оқымау керек. Түнде тұратындығына толық сенімді адам тахаджуд кезінде оқиды, тахаджудтан кейін оқиды. Ал егер белгісіз болатын болса, онда құптаннан кейін үтірді оқып бастайсың. Өйткені бұл соңғы. Сенің күнің Кафирун сүресі Ихлас сүресімен басталады да, сенің күнің Кафирун сүресі Ихлас сүресімен бітеді. Бұл сүрелерді сәләф өкілдері, сәләф дегенде сахаба мен табиғиндар ғой. Ислам ғалымдары сурата ал-Ихлас, сурата ат-таухид деп атаған. Ихлас сүресі дейді, таухид сүресі деп атайды. Сонда бұл бекерден бекер емес. Сенің күніңден таухидпен басталып, таухидпен біту керек. Таухидпен басталып, таухидпен күні бітіп атқан мұсылманның орта жолда ширкке түсіп кетуі, онда бұл не оқып атқанын түсінбейтін адам. Онда уже ақыл жоқ. Ол адамды жахил деп атайды. Жалпы ширкке шақыратын адамды Құранда жахил деп атайды. Жахил деген надан деген сөз. Құл афа ғайраллахи та'мурунни а'буду айюхал жахилун. Құранда айтып келеді. Айт оларға дейді, пайғамбарымыз айтады, ей, Аллахтан бөлек нәрсеге сүйінуге шақырып жатсыңдар ма? Ей, жахилдер дейді. Аллахтан бөлек нәрсеге сүйінуге шақыру, періште, пайғамбар, әулие, әруаққа шақыру, бұл надандық. Бұл діни надандық болып есептелінеді. Сол үшін сен осы надандықтан құтқару үшін сенің күнің таухид сүрелерімен басталады, екі сүре, сенің күнің таухидпен бітеді. Енді Кафирун сүресіне кішкене тоқталып өтсек, бір өздеріңіз назар сап қойсаңыздар, өйткені бұл өте маңызды. Және бір хадистерде келеді. Суратул Кафирун рубул Құран деп қояды. Кафирун сүресі Құранның 4/1 бөлігі дейді. Енді оған байланысты кейбір ғалымдар заиф деді, кейбіреулер хасан деді деген сияқты. Яғни бұның маңыздылығын көрсетеді. Болмаса, және басқа хадисте келеді, пайғамбарымыз жатар кезде Кафирун сүресін оқуды насихат қылған. Бараатун мина ширк деп келеді. Кімде-кім жатар кезде Кафирун сүресін оқитын болса, ширктен құтылып жүреді дейді. Ширктен құтылатын болады дейді. Сол үшін жатар кезде оқылатын сүннет, мысалы Бақара сүресінің соңғы 2 аяты сүннетте бар, кей кезде соны оқыса болады. Аятул Курсин оқу сүннетте бар, кей кезде соны оқыса болады. Ихлас, Фалақ, Нас сүресін оқу сүннетте бар, кей кезде соны оқыса болады. Және Кафирун сүресін оқу да сүннетте бар. Анда-санда жататын кезде Құл я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун деген сүрені оқып барып ұйықтасаңыздар сүннет істеген боласыздар. Және оның сауабы бар, ширктен құтыласыздар. Енді соған бір мағынасына қарап қойықшы бұл Кафирун сүресіне.
баршамызға бір пайдалы болу үшін бұл бір қысқа сүре болғанымен ішінде бір ғажап тұстар бар. Қысқаша Кафирун сүресінің түсуіне байланысты бір тоқталып өтейік. Енді Кафирун сүресінің түсу себебіне бір тоқталып өтсек, сүренің өзі сүренің аты Кафирун, кәпірлер деп кеп тұрды. Былай қарасаң қатты негізі. Бәріміз білеміз, кәпірге кәпір десең ренжіп қалады негізі. Біреу кісі айтайықшы, Құдай жоқ, ол бәрі ертегі, Құран ертегі, дозақ ертегі, жәннат ертегі десең, сен кәпірсің, не жамандайсың мені дейді. Осыған таң қаламын мен десең, ылғи айтамын, не білеген ренжисіңдер деймін да? Не беруші деген сөз ғой? Енді қарсы келуші Құдайға деген сияқты. Бұл сүренің аты өте қатты, 114 сүре бар ғой. Құранда Мұъминун деген сүре бар. Мұсылманның кім екенін білгің келетін болатын болса, Мұъминун сүресінің алғашқы 10 аяты бар, қарап қою керек. Кафирун деген сүре бар. Кәпірдің кім екенін білетін болса, осы сүреге қарап қоясың болды. Осы сүреде келген нәрсе біреуде бар болатын болса, қауіпті. Енді оның түсу себебін айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде енді уағыз насихат жасады. Таухидке шақырды, оған қарсы шықты көп адамдар. Сонда жайлап соны ерушілердің саны көбейе бастады. Сонда Меккенің мүшриктерінің ішінен көсемдері 4 адамдап келеді. Енді аттар айтылады, Уайл ибн Ас деген сияқты, Валид ибн Муғира деген сияқты 4 адам келеді да пайғамбарымызға бір келісімге отырайық дейді. Мүшриктердің атынан келіп сөйлеп жатыр. Былай қылайық Мұхаммед дейді. Енді олар пайғамбарлығына сенбейді ғой. Саллаллаху алейхи ва саллям. Енді қатты дауға түсе бермейік. Қазір кезеңде бар ғой, демократия дейміз, толерантность дейміз, сондай. Сол толерантность деген нәрсемен келіп айтады. Нa'буду илахака санатан ва ta'буду илахана санатан. Былай қылайық дейді, бір жыл сенің құдайыңа сыйынайық. Былай айтқанда сыйынып жатқан құдайларымыз бәрін беттерін жауып қоямыз да, болды. Болды. Бір құдайға сыйынамыз. Одан кейін келесі жылы сен біздікіне де сыйлап берсейші енді. Біз сенің құдайың сыйладық. Таухидке не қылдық? Сен де бізге енді әулиелерімізді құрметтеп берсейші, сыйынған заттарымызды деп айтады. Осы нәрсе келген кезде қараң қандай жауап келді. Дінде мынандай нәрсе бар. Құранда өздеріңіз оқысаңыздар, мен әрқашанда айтам. Жақында бір бауырымыз айтып жатыр ғой. Христиандардың бір нелер бар, дін туралы өтіріктер жіберген ғой. Осындай дін, ислам дінінде жаңа туалеттен келген екен, қол жумай тамақ жеп береді екен, пәленше осындай екен. Енді көп анау білмейді. Құран аяттарын айтады, басқаны айтады. Ұятсыз дін, өтірік дін, жалған дін, осындай дін деп. Соларды жаңағы әртүрлі атеистердің несін тыңдап, анау күдіктеніп қалады да, жаңа бауыр күдіктенбей ме, білмеймін, маған жібереді. Мыналар не бұған айтамыз деп. Сосын мен түсіндірем. Қайттан тағы да 1-2 күннен кейін жібереді, қайттан түсіндірем. Соны айтам, аға қандай қиын дейді да вообще. Дін деген қандай қиын дейді да. Енді аналар тыңдасаң, бітті мынау мұсылмандардың белін сындырды деп ойлайсың дейді да. Сөйтіп сіздерді тыңдап қалатын болсаң, сразу күдік сейіліп кетеді дейді да, тап-таза болып қалады дейді. Қайтадан мықты болып шыға келесің. Қандай қиын дейді да, мен айтамын. Ми ашып кетеді екен деп айтылар ғой, ми ашып айтамын. Ми ашымайды деймін. Ми қай кезде ашиды? Егер біз басшылыққа, егер біз басшылыққа Құранды ұстап отырған болатын болсақ, қазық ретінде, ешкімнің ми ашымайды. Ал енді сенің Құран шаң басып жатыр. Жай мұсылмансың, 5 уақыт намаз оқып қоясың, оразаңды тұтып қоясың деген сияқты бір садақаңды беріп қоясың да, бірақ Құранмен қатты байланысың жоқ. Құран үйренгенге батқан жоқ. Кәдімгі айтамын, құр уағыз емес, именно Құран. Құранның мағынасы. Үлкен тәпсірін оқымасаңыздар, кәдімгі смысл ғой, перевод. Әдет қылу керек, асықпаңыздар. Жаттау үшін бөлек, бастан аяқ оқу деген бөлек, бірақ Құранды бүйтіп зерделеп оқысаңыздар, мүлдем бөлек. Қазақшасын оқиды, иә? Қазақшасын. Тапсыр бар түнде. Өзі Құран оқитын адамдар болады, олар анда-санда сұрақ жүреді ғой, айтамын, мына кісі Құранды оқып жүр екен деп айтамын да, өйткені сұрақтар терең дейді. Ана Құран оқыған адамдардың ойлау жүйесі деңгейі көтеріле береді екен. Ана жігіт айтып, ми ашып кетеді екен дейді да, мен айтамын. Білесің бе, сенің миың неге ашып жатыр? Өйткені сен Құран, ол бір жай қасиет кітап күйінде көріп деп сипап қойып,
бүйтіп жоғары қойып қойып шам сүріп қойып қойып отырсын деймін да. Сөйтесің де тиктокқа кіресің, инстаграмға кіресің, ютубқа кіресің де әр нәрсені тыңдайсың. Конечно, сен миың ашиды. Сен миың ашып кетеді. Бәрін араластырып ұрып жатсың. Сен әлі қазы қалған жоқсың. Аллах тағала әділ. Егер біреу ислам дінінен тастап адасып кеткен болатын болса, Аллахтың кінәсі жоқ. Сен өзің соған кішкене не бердің, ыңғай бердің деген сөз. Өзің іздет. Құранда айтып бар, фаламма зағу азағалла құлубахум. Олар қисая берді, Құдай тағала қисайтып тастады дейді. Мысалға, Бақара сүресі неге Бақара деп аталды? Оның ішінде құр сиыр оқиғасына байланысты емес. Үлкен сүре ғой, мысалы 286 аяты. Осы оқиғамен басталады да Бақара. Одан кейін ішінде өте көп, мыңдаған енді хабарлар бар, пайдалы. Өйткені Бани Исраил қауымында бір кісі өледі, оның кім өлтірген анықтау үшін пайғамбардан сұрайды. Аллах оларға айтады, сиырды бауыздасын, бір сиырды, сөйтіп сол сиырды бауыздасын да, кез келген бір сиырды бауыздасын да, жаңа өлген адамды кез келген мүшесімен ұратын болса, тірілетті, кім өлтірген айтып береді дейді. Сол кезде олар айтады, қандай сиыр дейді. Мынандай сиыр, кәрі емес, жас емес. Түсі қандай, сары, тағы қандай. Сұрауды көбейткен сайын қиындай береді. Яғни бұл оқиғадан айтайын деп жатқаны, Аллах тағаладан нақты хабар келген кезде сылтауратпайтын адамдарға дін ұстау жеңіл болады. Ананы көріп бүйтіп, енді анау ғой, сөйтіп, жарайды намаз оқимыз ғой, бірақ ана бір вахабилер деген бар екен ғой, қатынды алып талақ қылып бір досына подарка жібереді екен ғой, пәленше екен ғой, түгенше екен ғой деп бастайды. Бұл ойыстып жүретін адамдарға дінге келу қиын болады, өздерін өзі қиындатады. Аллах әділ. Сен Аллахпен шынайы бол, Аллах шындықты көрсетіп қояды. Аллахпен айла жасаған келе ме? Айлакерлердің сөзін тыңдатып қояды саған болды. Сосын миың ашиды. Енді жалпы кафирдің сүресі, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға келеді, олар айтады, бір жыл сенің құдайыңа табынайық, таухидпенен. Одан кейін бір жылдан кейін сен де біздің ширк деп айтады, ширк деп мойын айтпайды ғой өздері. Енді біздің де сыйынып жатқандарымызды мойындасайсыз, құрметтеп қойсайшы. Сонда осы сүре түседі, сүре өте ауыр болып түседі. Құл деген аятпен келеді. Құранда өзі құл деп басылатын сүре 5 ғой. Құл деп келеді. Яғни бұл деген сөз пайғамбарға емес, Аллах айтқызып жатыр деген сөз. Пайғамбар өзі де оны біледі ғой, ширкке бармайды ғой. Пайғамбар, "Ей, не айтып жатсыңдар? Қайдағы ол?" деп айтқан жоқ. Аллахтан келіп тұр да, айтты оларға. Кімдерге деді? Саған келісіммен келгендерге, толерантность айтқандарға, адамдарға деп айтпады. Кафірлерге айт деді. Бұл өте қиын. Адамды адам кафір десе жақсы емес. Адамды Аллах кафір десе бұл қиын. Және бұл сүрені кейбір ғалымдар Масад сүресі сияқты, Таббат яда лахаб ва таб деген сүре сияқты, кафирдің сүресін мұғжиза сүресінің қатарына кіргізеді. Осы 4 адам 4-і де кафір болып өлді. Егер олардың біреусі исламдың қабылдап кеткен болатын болса, болмаса жаңағы Абу Лахаб исламдың қабылдап кеткен болса, Масад сүресі өтірік болып қалатын еді. Тірі кезінде ол қанша өмір сүрді одан кейін? 4 адам өмір сүрді бұл сүреден кейін. Сол үшін қауіпті нәрсе сенің Аллахты керек етпей жатқаның емес, бір күні сен Аллахқа керек болмай қалғаның ең қорқынышты. Оны ешкім білмейді. Точка невозврата деп қояды ғой. Тірі кезінде тозақи болатынын біліп жүру қандай қиын жаман еді. Бұл қиын. Қағида. Сол үшін өзі қағида бар. Аллах айтты, "Фазкуруни азкуркум", мені еске алатын болсам, мен сендерді еске аламын деді. Насулла фанасияхум. Аллахты ұмытты, Аллах өзі ұмыттырды дейді болды. Аллахты еске алдың ба, Аллах сені еске алады, ұмыттың ба, сен Аллах ұмыттырып тастайды. Дін қарапайым, бірақ кәдімгі сен шын ықыласпен келетін болсаң, сол кезде түсінікті болады. Сонда осы енді тек қана 4 адамға қатысып қалған жоқ. Бұл жерде ғалымдар айтады, умум қияметке дейін адамдардың бәріне айтылады. Кімде кім ширкті ақтап алғысы келетін болатын болса, солардың бәріне осы сүренің қатысы бар. Енді жоғарыда айтып жатқаным сияқты таухидты көп айтып кеттіңіздер деп ренжімеңіздер, өйткені соңғы кезде мынандай болып бара жатыр. Таухид ұстайтын адамдардың саны азырақ. Өзге діндердің көбісінде ширк бар. Бәрінде ширк бар десек болады. Ислам дінінде таухид бар, сон мұсылмандардың ішінде таухидты түсінбейтіндер бар, өкінішке орай.
мұсылмандардың ішінде ширкке шақырып атқандар да пайда болды. Сол үшін бұл өте маңызды. Бізде таухид деп әулиенің басына барып түнемесек болады, әулиеден сұрамасақ, аруақтан сұрамасақ болды дейді ғой, сондай ұғым бар ғой. Негізінде таухид деген ол. Бір Аллаға бүкіл енді құлшылығыңды, бар нәрсеңді. Пайғамбар саллаллаху айтты ғой. Мен үлкен ширктен қорқамын, кіші ширктен қорқамын дейді ғой. Кіші ширк олар енді кіші ширк діннен шығармайды, бірақ үлкен ширк діннен шығару өте қауіпті. Сол жаңағы аруақтың басына түнеп, одан тілегеннен бөлек қандай сөздер үлкен ширк болып шығып кетуіміз мүмкін. Мысалы істеп жүр ғой көп адам білмейді. Сиқыр ширктерге кіреді, әулиенің басына, әулиеге табыну, пайғамбарға табыну, күнге табыну, айға табыну деген сияқты жаңағы енді әруақтарға түсінікті Алла. Соларға табыну. Ол Аллахтан бөлек ол ширк, бірақ кіші ширкке кіреді. Кіші ширкке кіреді. Ман кана халифан фаляхлиф биллах деп кім ант ішетін болса деген Аллахтың кіші аншысын дейді. Енді қарасақ осы келді. Енді ар жағына қарайық. Бір қараған кезде сүре қайталанатын сияқты, бәріміз жаттаған кезде кафирдің сүресін. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Бір не сияқты? Бір сөзді қайталап жатқан сияқты болып көреміз. Бір жолы қайталанған сияқты. Мен сендердің құл соя жүрмесін, сендер мүмкін. Бірақ мұқият болатын болса, қайталанбайды. Және үлкен нәрсесі бар. Біріншісі, ей кафірлер деді. Яғни қандай? Аллахтан бөлек сыйыну, нәрсеге сыйыну бұл күфірлік екен да. Уже сақтандырып жатыр. Адамды күфірге түсіретін нәрсе, Құдай жоқ десең күфірге түсіреді. Тозақ жәннат жоқ десең күфірге түсіреді. Айтқанда Алланың құдіреті ештеңеге жетпейді десең күфірге түсіреді. Аллаға тіл тигізсең күфірге түсіреді. Пайғамбарға тіл тигізсең күфірге түсіреді. Біз оны білеміз, бірақ адамдар бұдан шаталаса қоймайды. Бірақ адамдар ұмытып бара жатыр. Аллахтан бөлек нәрсеге, әулиеге, пайғамбарға, әруаққа сену күфірге түсіреді, ұмытып бара жатыр. Бұл кафирдің сүресі соның дәлелі. Яғни кафирлер деп кімді айтып жатыр? Пайғамбарға келген жаңағы 4 арабтың мүшриктердің көсемі, олар Құдай жоқ деп айтқан жоқ. Ол Құдайдың барын олар мойындайтын. Бірақ олардың айыбы Құдайдан бөлек нәрсеге сыйыну етін. Мысалы, өздерің Лат, Ғузза, Манат деген. Бізде бар әулиелердің бастарына сыйынып, түнеп, тілеп жатқандар бар. Сол нәрсені қайталаған болып есептелінеді. Бұл істеп жатқан істеріне беріп жатқан бағамыз. Жеке басына енді ол бөлек мәселе. Ла а'буду ма та'будун келейік. Әй кафірлер дейді, айт дейді оларға. Ла а'буду ғибадат жасамаймын, ма та'будун сендердің ғибадат жасап жатқандарыңа. Келесі, вала антум абидун расында сендер ғибадат жасаушы емессіңдер, ма а'буд мен ғибадат жасап жатқан нәрсеме. Вала ана абиду ма абаттум және мен ғибадат жасаушы емеспін, сендердің ғибадат жасап жатқандарыңа. Қазір қарайық. Бұнда есім сөз деген бар, етсік сөз деген бар. Бізде мынау жас үлкендер, кішкене оққандар, мына сөздің фарқысын біледі. Қазір көп адамдар сөздің фарқын білмей қалды. Сөз нақты сөйлеу, анық сөйлеу, жекеше тұр, көпше тұр, спайлы тұр деген сияқты. Сөздің кәдімгі етістік, есім сөз ажырату миың ретке келеді. Ондай болмаса қиын болады. Сол үшін ойыңды жинақы жеткізе білу ол өнер. Сен ілім алдың, бірақ ойыңды жеткізе алмасаң бұл қауіпті. Бірақ өзіңді құтқарасың енді. Бірақ ана қиын да. Көркем нәрсе Құранды қарап көзіңнен кірді, көркем нәрсе құлағыңнан естілді, бірақ шыққан кезде инвалид қылып шығарып жатсаң, мүгедек қылып шығарып жатсаң сөзіңді, бұл қауіпті. Көркем болып кірді ма, көркем болып шығу керек. Және дұрыс сөз сөйлей білу адамдар арасында қарым-қатынасты жақсартады. Отбасының берекесін кіргізеді. Қош, баш, жарайды, көш, бұш. Өмір бәрі сондай болып қалады. Балаларың да сондай болып қалады да. Отбасында сауатты сөйлеу керек. Сен ерлі-зайыптылар сөйлесіп отырған кезде балалар оны тыңдап отыр. Сауатты сөйлеу үйрену керек. Сен уже сабақ беріп жатсың. Сен мұғалімсің бала шағаңа. Сен мұғалім іздеп жүру, басқа емес. Сен бала шағаң көздің алдында әдепті бол, тәртіпті бол, боқтама, мінезіңді көрсете біл, және дұрыс сөйлей білші. Сондай
бала шығады. Енді нарда сөздер бір қарағанда қайталанса, бірақ қайталанбайды. Сіздерге қазір түсіндірейін. Есім сөз, етістік сөз деген бар. Ла а'буду, бұл етістік болып тұр. Мен ғибадат жасап жатқаным жоқ. Ма табын, сендер ғибадат жасап жатқандарыңа. Бұл етістік. Етістік дегеніміз білесіздер, бұл қимыл, іс-әрекет. Не істеді, не қылды деген сұраққа жауап береді. Енді келесі. Вала аңтум, және сендер абидун. Абидун деген құлшылық етуші емессіңдер. Бұл есім сөз. Құлшылық етіп жатқан жоқсыңдар емес. Абидун, құлшылық етуші емессіңдер. Ма абуд, мен ғибадат жасап жатқаныма. Бұл есім сөз. Вала ана абидун ма абаттум, және мен абидун, құлшылық етуші емеспін. Есім сөз. Ма абаттум, сендер ғибадат жасап жатқандарыңа. Енді қараңыздар. Айырмашылық неде? Етістік. Осы шаққа, өткен шаққа, шақтарға көрсетеді. Ал есім сөз бүкіл шақты қамтиды. Айтатын болса, мен ғибадат жасап жатқан жоқпын деді пайғамбар. Яғни тура сол мезетте пайғамбар ғибадат жасап жатқан жоқ. Уала ана абидун, және ғибадат жасаушы емес деген, и болашақта да ғибадат жасамаймын деген сөз болды. Қайталанған жоқ. Мен ғибадат жасаған емеспін, жасап жатқан жоқпын сендер сыйынған заттарыңа, и болашақта да сыйынбаймын. Есім сөз тасаббут дейді, тұрақтылықты көрсетеді. Есім сөз мысалға былай деп айтайық. Мысалға біреу ол ұрлаған жоқ. Мен айтсам, етістік сөзбен айттым да, ол ұрлаған жоқ. Яғни тура осы мезетте біреуді айыптадың, жоқ, ол ұрлаған жоқ. Тура сол оқиғаға қатысты. Мен мысалы, ол ұрлықшы емес. Болды, одан мен вообще алып тастадым ұрлық деген нәрсені. Ол бұрын да ұрлықшы емес еді, ол ұрлайын деп жатқан жоқ, ұрламайды да. Ол ұрлықшы адам емес. Яғни есім сөзбен айтсам, оның күші көбірек етістіктен гөрі. Түсіндіңіздер ғой? Яғни мына жердегі айтып жатқаны, пайғамбар айтып жатыр оларға, бір жыл сенің жаңағы таухидпен жүрейік, одан кейін бір жылдан кейін біздің құдайларымызды сен сыйлап жіберсейші, сыйынған заттарымыз деген кезде, жоқ, мен ғибадат жасаушы жасамаймын сендердің жасап жатқандарыңа. Және сендер де ғибадат жасаушы емессіңдер, мен де ғибадат жасаушы емеспін деп. Уала ана абидуна ма а'буд, уала антум абидун ма а'буд, сендер менің ғибадат жасаушы емессіңдер. Лакум динукум уалия дин, сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме. Бұл аятты кейбіреулер мансух дейді, кейбіреулер мансух емес дейді. Осы кезде бұған дейін де айтқан, мына Құранда мансух аяттар бар. Кезде мансух аяттан адамдар қорқытады. Мен сіздерге әрқашан айтамын. Құранды оқыңыздар, арабша білмейсіздер ме? Қазақша болсын оқи беріңіздер. Оқи беріңіздер. Түсінбей қалдыңыздар ма? Білмегесінен сұрап аласыздар. Қазіргі кезде мынандай нәрсе айтылып жатыр, алданып қалмаңыздар. Құранды оқыма, адасып кетесің. Құранды оқу үшін 11 шейхтар оқу керек. Сен қате түсініп қалуың мүмкін. Оның ішінде мансух деген бар. Насих, мансух деген үкімі жойылды деген сөз ғой. Насих үкімі жойушы сүрелер бар. Оның ішінде жалпы айтылатындар бар, жалға айтылатындар бар. Сен бүйтіп жібересің деп, осында бір терминдер қорқытып тастайды да. Менің басымнан мынандай оқиға өтті. Бұны айтқан, және айта салайын. Бір күні телефоныма звонок келді, көтеріп едім. Біреу қатқылдап амандасты. Ассаламу алейкум. Дәке, қалайсыз депсің? Уағалейкум, жақсы. Мен пәленшемін деді. Жақсы. Сіз қойсаңызшы уағыз деді да. Мен бір ілгерге мен сабақ беріп жүрген кезім, Халиф Алтайм фондында. Болды, жетеді дәке деді, қойыңызшы деді. Сіз қанша семьяны бүлдіріп жатсыз деді. Не болып қалды деді. Мен имаммын деді. Жақсы, істеріңізде береке берсін, сіздер көп сауап істеп жатсыздар. Жоқ, істеп жатырмыз ғой, бірақ сендер әбден қант ішіп біттіңдер. Енді осылай кішкене қатты сөйлеп жатыр. Сосын не болып қалды дедім, менің інім намазға келіпті деді. Жақсы ғой дедім, жақсы болып тұрған жоқ деді. Інім намазға келген жақсы болып тұрған жоқ. Үйде намаз оқитын мен едім, әкем намаз оқитын, жақында інім намазға келді. Менің інім сіздің уағызыңызды тыңдап намазға келіпті. О, жақсы ғой. Жоқ, жақсы емес. Намаз оққан тұрғанда мен имамдыққа шығам. Сөйтіп намаз оқылса, Фатиха сүресін оқысам, інім әмин деп маңырап тұр ғой дейді. Сосын мен інім айтты, не нешек, сен жаңадан бастадың ғой намазды. Мен имаммын, мен білем әминді қай кезде айтады, қай кезде айтпайды. Әминді дауыстап айтпа. Қой десем, үндемейді. Келесі қалса әмин деп тұр. Ұрыс туды дейді.
әкеміз куәгер болып жатыр дейді. Қоя қойыңдаршы деп жаңағы. Біздің намаз емес, намазымыздың берекеті қашып кетті. Сосын бір күні айтып едім, сен шейхсің ба не? Сен әлі кириллицамен жаттап жүрсің ғой, аминың не? Сен кімсің сен? Мен имаммын ғой, мен оқыған адаммын ғой деп ініме ұрыстым дейді да. Сол кезде інім айтты дейді, енді мен лекция тыңдап жатырмын ғой. Қандай лекция? Дар Мубаров. Қойыңыз деді да. Сіз бүлік туғызып жатсыз деді. Сосын сіз білесіз ба деді. Абайлаңыз деді. Құранды тікелей айта беруге болмайды. Ғалымдар бар деді. Сіздер деді, сәләфилер, уахабилер деді, ол сәләфи деген жоқ. Уахабилер деді. Құранды тікелей буквально айтасыңдар. Хадисті айтасыңдар, түсіндірмейсіңдер. Басқа қыласыңдар. Енді осындай бір ашумен зекіп айтты. Сіз білесіз бе, Құранда мансух деген аят бар, насих деген аят бар. Егер сіз қате аятты беріп қойған болсаңыз, не болады ал? Құдайдан қорықпайсыз ба? Абайласаңызшы. Ғалымдар бәрін түсіндіріп қойды ғой. Сіз Абу Ханифадан ақылдысыз ба деп. Сосын біраз енді ашуыңыз басыңыз, мен бір нәрсе айтайыншы дедім де, таң қалып тұрмын дедім. Сіз имамсыз, бірақ ініңіз сізді тыңдап емес, мені тыңдап намазға келгені қызық екен дедім да. Екінші айтайын дедім. Қанша адамдар бар, інілері ішіп жүр, жаман жолға түсіп жүр. Солар қайғырса болады. Әмин дей ма, демей ма, сіздің артыңызға келіп үйіп тұрған ініңізге Аллаға шүкірлік ететін адамсыз ғой сіз. Сіз отбасыңызбен жәннатқа кіруге мүмкіндік туып тұр ғой. Сіздің туған бауырыңыз сәждеде жатыр. Туған бауырыңыз намаз оқып жатыр. Бір әминге неге тіреліп қалдыңыздар сонша? Айтайық ініңізге ішінде айта берсін деп. Бірақ осынша дау туғызатын нәрсе ма? Мүмкін сізде кетіп жатқан шығар қателік. Егер білімсізді кешірмесең, білімділігінен не пайда деген. Енді сені сұраған керек. Құранда мансух нансих аяттар бар. Жаңағы айтып қою мүмкін қауіпті екен. Сізге тікелей сұрақ қойын. Құранда қанша мансух аят бар деп сұрақ қойын. Білмеймін деді, бар ғой деді. Енді былай айтасыз, бір-екеуін айтыңыз онда дедім. Жоқ, оны енді оны сұрап барып қазір айта алмайсың деді. Бір аятты айтыңыз. Білмеймін деді. Адамдарды құр шошыта бермеңіздер, біліп барып шошытыңыздар. Құрандағы мансух аяттарды кейбір ғалымдар 60-қа да жетпейді деген. Және оның біразы мансух емес па, мансух болған таласады. Соның ішінде лакум динkum валия дин, сенің дінің, сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме дегенде кейбір ғалымдар мансух десе, кейбір ғалымдар мансух емес дейді. Талас бар бұда. Кейбір ғалымдар айтты, болды, ислам діні ақиқат толық жетіп қойды. Сенің дінің өзің, мен дінім өзіме деген нәрсе жоқ. Ислам діні ақиқат деп қана шақыру керек деп айтқандар болды. Біреулер айтты, бір адамдар болатын болса, ақиқатты айтсаң да, түсіндірсең де, қырсығып қалып кеткен болса, өзің жолыңды өзің біл, менің шаруама айналыспа деп айтасың дейді. Бұл мансух емес дейді. Енді сөзімізді тиянақтай келіп айтайық, бауырлар. Мына Алланың хақысы ең түсінікті, жеңіл, бірақ маңыздысы. Қызық болғанда шайтан осы жерден құртып жатыр. Алланың хақысы айябудуху ва ла юшрику бихи шай'a, ғибадат жасайсың серік қоспастан. Ханафи мазхабының ғалымдары ілгергілер таухидке өте күшті болған. Ханафи мазхабында мынандай нәрсе келеді. Нурул Идох деген кітап бар. Хасан ибн Амр Шурумбулали деген кісі. Сол Нурул Идох деген кітабында саусақ көтеруге байланысты мынандай түсіндірме айтады. Юрфау индан нафи. Саусақты дейді, жоққа шығарған кезде көтереміз дейді. Ва юда индан исбат, бекіткен кезде түсіреміз дейді. Ханафи мазхабында не істейді? Олар бетіп көтеріп түсіреді. Көргенсіздер ме? Өзі саусаққа байланса, өзі ғалымдар бар ғой. Біреулер мысалға былай көтеретіндер бар. Біреулер орап бетіп көтеретіндер бар. Біреулер қимылдатып отыратындар бар. Ханафи мазхабы қалай істейді? Ханафи мазхабында ла илаха дегенде көтереді, иллаллах дегенде түсіреді. Ташахуд кезінде аттахиятты тұрсын. Аттахияту лиллахи вассалават тайибат. Ассаламу алейка юханна ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва ала ибадилла солихин. Ашхаду ан ла илаха көтересің, иллаллах дегенде түсіресің. Ханафи мазхабы бойынша. Бұл неге? Өте нәзік түсі бар, қараңыздар. Пайғамбарымыз айтты, фахи ашад ала шайтан мин аль-хадид деді. Мына саусақ деді намаздағы. Ол сен көтеріп түсірген. Шайтанға басын темірмен ұрғандан қатты ет деді. Темір, сен шайтан басын төсеп отқан жоқ, сен саусағың астына.
Бұл таухид. Шайтанның ең қатты жейтін тақырыбы таухид. Сол үшін сен таухид айтқан кезде одан сайын иманың бекитін болатын болса, сенде мұсылманшылық белгісі бар. Таухид айтқан кезде тыжырынып, бәле болды осылар деп бастайтын болсаң, онда сенде проблема бар. Сол үшін сүннетте келетін дұғаның біреусі, намаз, парыз намаз біткен кезде, астағфирлах айтамыз, Аллахумма тасламика сан табарак тәззал жалал камдеміз, сосын ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху деген дұға бар, соның ішінде ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика деп келеміз. Яғни Аллахтан өзге сенген жоқ. Біз Аллахқа сенеміз. Уалау карихал кафирун. Кафирлер жеп көрсетсе, мухлисина лахуддин, мен дінді тек Аллахқа арнаймын болды. Мен құлшылығымды тек Аллахқа арнаймын деп айтасың. Сен осы сүннеттегі сөз айтып айтасың. Ла иляха иллаллаху мухлисина лахуддин. Аллахтан өзге сенің лайықты ешбір нәрсе жоқ. Дінім, құлшылығым тек қана Алла үшін. Кафирлер жеп көрсең де мен солай істеймін. Кафирдің сүресін айтып жатқандай боласың. Бұл негізі осы дін дегеніміз. Сен ширк келгенде шошып түсетін адам болу керексің да. Бұған жол беруге болмайды. Өйткені шайтан жақсы біледі. Бір күнә бар, істесең, сенің сауабың жойылады. Ал ширк күнәсін істесең, иманың жойылады. Бұл қауіпті. Енді қараңыздар. Зумар сүресі өзі таухид сүресі сияқты мынандай аяттар келеді. Құл афағайраллахи таъмурунни аъбуду айюхал жахилун. Аллах пайғамбарға айт дейді. Тура кафирдің сүресін түсіндіріп жатқан сияқты. Айт оларға дейді, ей, сендер Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынуға шақырып жатсыңдар мені. Жахилдер дейді. Шақырасың ба? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ. Саған, пайғамбарға айтады, саған дейді. Және саған дейінгі пайғамбарлардың бәріне уахи етілген. Бұл бұрыннан келе жатыр. Нұх пайғамбардан бері қарай жатқан нәрсе. Оны бір уахабистер, салафилер, біреулер, молдалар ойлап тапқан жоқ. Бұл бұрыннан келе жатыр. Қандай дейді? Ол Аллахтан келген уахи етілді дейді. Саған және саған дейінгі пайғамбардан бәріне дейді. Ла ин ашракта, серік қосатын болсаң, ла яхбатана амалук. Амалың жойылады. Ла такуна минал хасирин, зиянға ұшыраған қатарына кіріп кетесің. Бұған дейін айтқан, мысалға айтайық, адам намаз оқып жүріп, бұның арақ ішіп қойды. Ол 5 жыл намаз оққан, сөйтіп арақ ішіп қойды. Бір апта. Бір қайғыға түсіп кетті ме, айылы қайтыс болды ма деген сияқты, бір стресске болды ма, ішіп қойды деген. 5 жыл намазы күйіп кете ме? Күймейді. Тұр. Арақ ішкен күндері күнәһар болды. Одан кейін 40 күн намаз қабыл емес демеші. Жоқ, намазын оқиды, бірақ сауабын ала алмайды да, бәрі оқымайды. Бірақ қалышқа. Оқымаса күнәһар, оқымаса күнәһар болып кетеді. Одан да ауыр күнә болып кетеді. Енді адам 5 жыл намаз оқыды, арақ ішіп қойды, 5 жыл намазы жойылған жоқ, ішкен күндері күнәһар болды. Енді адам 5 жыл намаз оқыды, сөйтті аруаққа сыйынды 5 жыл кетті. Жоқ. Нөл. Бүкіл жағынан жағынан өзі айтып кеткен сол сияқты ма? Жоқ. Аллах айтып жатыр нақты. Уалақад ухия илайка, саған уахи етілді. Уа илаллази мин қаблик, сенен бұрынғы пайғамбарлар уахи етті. Лаин ашракта ла яхбата амалук, серік қосатын болсаң амалың жойылады деді. Пайғамбардың амалы жойылып кетеді, серік қосатын болса. Пайғамбарлар серік қоспайды. Пайғамбардың амалы жойылып кетеді, серік қосатын болса. Зиян қошады. Сөйтті де Аллах айтты, бәлиллаха фә'буд, бір Аллахқа ғибадат жаса, ва кун мина шакирин, сөйтіп шүкір ету үшін қатарына қосыл деді. Таухид жоқ жерде шүкірлік жоқ. Әрине. Шүкірдің ең жоғарғысы таухид. Аби Хурайра разиаллаху анху, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарынан сұрады, ман асана би шафаатика яумал қияма. Я Аллахтың елшісі, қияметтің күнінде сенің шапағатыңа бірінші орында лайықты болатын адам кім? Сонда пайғамбар айтты, мен білдім дейді, сені осы сенен бірінші болып сұрайтын дейді. Кімнен? Аби Хурайра айтады. Сонда пайғамбарымыз бір сөз айтты. Ман қала халисан мен қалбихи ла иляха иллаллах. Асаду насы бешады яумал қияма деді. Қиямет күні менің шапағатыма бірінші ілігетін адамдар деді. Шын жүрегінен ла иляха иллаллахты түсініп айтқандар деді. Сол үшін сен таухидты тұрып пайғамбар шапағатына ілгесің да. Сен пайғамбарға табынып іліне алмайсың. Бітті, ширк бар одан. Сен шапағатына алыстап кетесің.
сен таухидте тұрып ана әулиелермен бірге жәннатта жүре аласың. Бірақ ширк істеп ана әулиелерді танымаймын, вообще қатысым жоқ маған дейді. Маған табын деп айтқан жоқпын дейді. Мен шаруам жоқ дейді. Әулие жәннатқа кіреді, сен тозаққа түсіп кетесің. Иса пайғамбар қияметтегі жағдайын Аллах Құранда хабарлады. Майда сүресінің соңғы аяттарын оқысаңыздар болады. Аллах одан сұрақ айтады. Ей Иса, сен ба адамдарға өзің мен шешеңе табын деген? Жоқ, Аллах, мен ондай айтқан жоқпын. Мен оларға сен бұйырған нәрсені айттым дейді. Расын Аллах, мен де раббым, сендер раббыларың, бір Аллахқа сендер осы мұстақим жолда айтқан дейді. Олардың істеген нәрсе үшін мен жауап бермеймін. Азаптайсың ба өзің білесің, сенің құлдарың дейді. Иса пайғамбар, мен қатысым жоқ дейді. Иса пайғамбар өзіне сыйынғандарға қияметте қатысым жоқ деген болатын болса, Иса пайғамбардан дәрежесі төмен әулиелер, білмеймін, шаруам жоқ, танымаймын дейді. Маған түне деген жоқ, менен тіле деген жоқ, менің қатысым жоқ бұларға дейді. Сол үшін Кафирун сүресі маңызды сүрелердің бірінің қатарына кіреді. Пайғамбарымыз хадисімен сөзімізді аяқтай салайық. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи айтты: "Ман мата ва хуа я'ламу аннаху ла илаха иллаллах дахалал жанна." Болмаса хадис кіреді: "Ман мата ва ла юшрик биллахи шай'ан дахалал жанна." Кім қайтыс болса, серік қоспастан жәннатқа кіреді деді. "Ман мата юшрик биллахи шай'ан дахалал нар." Кім серік қосқан кезде қайтыс болатын болса, тозаққа түседі деді. Сен арақ ішіп, зина жасап, ұрлық істеп өлген болатын болса, бұны істеуге болады деген сөз емес, сіздер ойлап қалмаңыздар. Біреулер қазір қисса айтатындар бар екен ғой. Бірақ сондай күйінде өліп қалған болатын болса бір мұсылман, бірақ таухиды бар, Аллах қаласа кешіріп кіргізу мүмкін, болмаса есебін алады да жаңағы жазасын өтеп сосын барып кіргізеді жәннатқа. Ол күйінде. Ал енді серік қосып өлетін болатын болса, кешірім жоқ. Құранда аят бар. Бұл аятқа өте ойлануымыз керек. Өте қатты ойлануымыз керек. Аурулар бар, е? Пәленше тұмауратып қалды десе қатты қорықпайсың ғой. Әйелің телефон соқса, мен тұмауратып жатырмын десе, шипа берсін деп қоя саласың да. Әйелің айтатын болса, болмаса шешең телефон соқса, балам тұмауратып қалды десе, ой мама, дәрі әкеліп берейін ба, шипа берсін деп қоя саласың. Бірақ анаң айтатын болса, мен дәрігер барып едім, сенде рак деп айтты десе, қандай сезім болады? Енді онда жазылатын шығар, бірақ енді біз кейбір ұғымдары бойынша жазылмайтын ауруға тап болып болса, шошайсың да. Ширк кешірілмейтін күнә. Инналлаха ла ягфиру ай юшрака бихи. Аллах тағала өзіне серік қосқанды кешірмеймін деген. Тірі кезінде тәубе қылсаң кешіреді. 40 жыл әулиенің басында түнеп, шырақшы болып, табынған, сөйтті да өмірінің соңында таухид ұстап еді, кешіріледі. Тәубе қылған болса. Ясин сүресінде сондай нәрсе келеді. Инне аманту би раббим фасмаун қидадхулил жанна. Ол ширктен бас тартты да, мен бір Аллаға сыйынамын, басқа нәрсеге сыйынбаймын деп жаңағы келгендерге иман келтірдім деді. Сол кезде қауымы келді, біз саттым деп оны өлтіріп тастады, оған жәннатқа кірсін деп айтылды дейді. Болды. Ол әлі сәждеге тиіп те үлгерген жоқ маңдай. Таухид айтып еді, өліп қалып еді, жәннатқа кіріп кетті. Сол үшін ширк күнәсін тірі кезінде тәубе қылған болса, кешіріледі. Осы ширкпен өліп кеткен болатын болса, жағдай өте қиын. Өте қиын. Сол үшін сен бір адамды көрген кезде, туғаның, туысқаның, ода бірнеше кемшіліктер бар. Сенің бір жақын туысың, інің ба, ағаң ба, немере ағаң ба, балаң ба, бауырың ба, досың ба, бір жақсы көретін адамың арақ ішеді анда-санда, зина жасауы мүмкін, ораза тұтпайды, намаз оқымайды, және әулиеге сыйынады. Сен қайсына қатты уайымдауың керексің? Әулиеге сыйынып жатқанына қатты уайымдауың керексің. Осы тақырыпты бірінші айтуың керексің. Намаздан бірінші айтасың. Арақтан бірінші айтасың. Біз қазір мына кезде өлшем бірлік табылмай қалдық. Сөзімді аяқтай салайын. Бір қарындас маған хабарласып отыр. Дарнаға, менің күйеуім екінші әйел алды. Өзімді өзім ұстай алмай жатырмын. Қызғаныш, жиі ұрысып қалып жатырмыз. Өзі екінші әйел алардың алдында
намаздарын оқымай кеткен еді. Содан бір намаз оқымайтын қызбен неғып қалып, сонымен екеуі некелерін қиып апты. Енді ғана білдім. Енді сонымен көтере алмай жатырмын. Сол намаз оқымай жүрген, біраз уақыт оқымай жүрген, кейін осындайға барды. Бала шаға бар еді. Ажырасайын десем бала шағаны ойлаймын, ажыраспайын десем ішім күйіп бара жатыр. Анау намаз оқымайтын әйел соны жақсы көріп, соған үйленгеніне, ол еще намаз оқымайды, қалай алғанын білмеймін деген сияқты. Сонда айттым да, жақсы дедім, ол күйеуіңізбен бөлек сөйлесерміз, бірақ қарындасым дедім, сізге әлі ақиданы жөндеу керек сияқты дедім. Сенің күйеуің бірнеше уақыт намаз оқымай жүрген кезде ешкімге хабарласпадың, күйеуім намаз оқымай жатыр деп. Ойбай, менің күйеуім намаз оқымай жатыр, молдаке, ұстаз, аға деп. Айтыңызшы деп. Күйеуің екінші әйел болды, енді хабарласпасаң не істеймін деп. Сен күйеуің ақыретін ойлап жатқан әйел емессің. Сен күйеуіңе пайда келтірейін деп жатқан әйел емессің, күйеуіңнен пайда алып кеткің келіп жатқан әйел сияқты болып қалдың ғой қазір сен. Ол күйеуінің екінші әйел алғаны, ол екінші проблема. Ода үлкен бірінші проблема тұрған еді. Намаз мәселесі. Ұмытып қалдық. Сол үшін шынымен де бұл мәселеге қатты білуіміз керек. Қорқатынымыз да осы. Жахилдік. Кімде-кім арақ ішіп өлсе, жахилдік өлімнен өлгенде болады дейді. Жахил деген ол сонда ол да кешірілуі мүмкін ба? Жоқ, серт қоспаса. Жахилдік өлім. Яғни Абу Зар әл-Ғифариде келеді ғой, сахих хадисте. Сонда пайғамбарымыз айтқанда кімде-кім жаңағындай Аллаға серт қоспай қайтыс болғанда жәннатқа кіреді дейді ғой. Сонда сахаба сұрайды: "Ва ин зана ва ин сарақа?" Зина қылған болсашы, ұрлық жасаған болсашы дейді. Бір риуаятта шариялық хабар арақ ішкен болсашы дейді. Пайғамбар айтады: "Ва ин зана ва ин сарақа?" Зина істеген болса, ұрлық істеген болса кіреді дейді. Абу Сахаттан қуатты. Аллахтың елшісі ол ұрлық істеп зина істеген болсашы дейді. Кіреді дейді. Таңғалып қалды, үшінші рет сұрайды да. Сонда рағима анфу Аби Зар дейді. Абу Зардың мұрнына жер сүрсін дейді, кіреді дейді. Яғни ол зина істей берген сөз емес, ол жауап береді. Ауыр күнә бұл. Енді ол қабір азабы болуы мүмкін. Иә, ол есеп қой ол. Тозаққа да кіріп шығуы мүмкін ғой ол. Иә. Мұсылмандардың ішінде тозаққа кіріп шығатындар болады. Жаңағындайлар сол кешіріледі деген сияқтылар. Мысалы, оларда енді бізде былай ғой. Өмірінің соңында жаңағындай иман келтіріп, я болмаса жаңағы ля иляха иллаллах деп өліп, жәннатқа кіріп кетеді. Ана бір зинақор әйел сөйтіп итке су беріп кіріп кетті. Елдің бәрінің үміті сол ғой, қазір 99.9% сөйтіп кім бар? Шелектер бөліп. Иә, өзімен шелек ұстап жүр ғой қазір. Бұдырып өлер кезде итке жеспас, сөлер салам деген сияқты ғой. Жаңағы кіріп кетеді. Солар туралы айтып тұршы, өмірдің соңына дейін қалай ол неғып кетуі мүмкін? Жоқ, адам мына күнәға немқұрайды қарамау керек. Біріншіден ешкім білмейді. Пайғамбар айтады ғой: "Уъбуд раббака кааннака тамуту ғадан, иъмал ахират каманака тамуту ғадан, ва иъмал лидуньяка кааннака таишу абадан" дейді. Дүние үшін келгенде өлмейтіндей әрекет жасай бер дейді. Ана үйлендіремін, мынау ақшаны жинайын, 3 жылдан кейін бала үйленіп қалатын шығар, мына жер тауып алайын, одан кейін үй соғып тастайын деген сияқты сен жасай бер дейді. 4-5 жылға пландар дүниеге келгенде. Ал ақыреттің нәрсесіне келген кезде қазір өліп қалатындай жаса дейді. Мен қазір осы күнәнің үстінде өліп кетсемші. Мен бұрын сіздерге айтқан, естеріңіз бар болатын болса, Тараз қаласында Иегова куәгерлерінің бір адамдары, мен бір досымды уағыздап жүр екен да, ол намаз оқиды. Соны бір айтады, алар енді жиналып не болғанын айтады. Енді сосын бір күн мені шақырып алды, жаңа досым. Дәке, мыналар келіп бір барған сайын бірдеңені алып келеді, Құраннан сөйлейді деп. Сосын мен бардым. Бірінші Халима деген әйел кісіге мектепте директор болған, солардың тіліне кіріп кеткен екен. Сөйтіп екеуміз отырып сөйлестік. Сонда енді әдемі енді үйреніп алғаншы. Осындай мені әкемде, апам мен атам намаз оққан, жаным ашыды, аздан кешкен суға түсумен өмірлер өтіп кетті, бірақтан қарайшы ақиқатты білмей кетті. Ол деген осындай мұсылмандар азынан кешкен дәрет ала береді, сол дәрет алғанда деген ол не пайда? Ол ештеңе бермейді ғой. Мысалға бір көл болатын болса, көлдің мына шетінен ит сүңгісе, екінші шығанса ит болып қалып кете береді, иттен суға түскен екен де болады, першеге айналып кетпейді деген сияқты. Сол үшін сендер 5 уақыт намазды оқимыз деп дәрет алғаннан қандай пайда жоқ, ол жүректі бүйту керек, сөйту керек деген сияқты. Құранды оқып тастадым, Құранда мынандай бір қателіктер бар, бізде бір имам бар, палай жылы имам болған, қазір біздің дінге кіріп кетті, ақиқатты көрді, Иегова деген осы ақиқат деп. Сөйтіп екеуміз біраз
сөйлестік. Құран жалған пайғамбардың айтқанындай нәрселер, жалған пайғамбардың айтқанындай нәрселерді айтады. Енді осындай әдемі сөздер өткізеді ғой олар. Әдемілеп. Сосын ол сөзден ұтыла бастады, кейін ашыла бастады. Анада өте берген екен да. Сосын қайттан кездесейікші деді. Ертесіне келгенде ол емес, жасы үлкен бір көзі көкпеңбек еркек келді ғой. Енді біреу оны еврей деп қояды, біреу татар деп қояды. Мен сұрасам, қазір есімде қалмады, бірақ білемін, менен ұзын, арықша келген, костюм шалбармен келді. Көйлек бар, костюм киіп алған, қолында библиясы бар. Оның библиясы әлі менің үйімде жатыр. Тастап кеткен сол кезде. Сөйтіп екеуміз арамызда дискуссия болды, балконда отырдық. Сонда отырып келген кезде ол бірнеше тақырыпты дауластық. Сонда мен таң қалатын мынандай нәрсе айтты. Жаңа күнәні істей беруге болады деген сияқты. Кез келген діннің ақиқат емес екенін білу үшін де дін басыларына қарап білуге болады ғой деді. Өйткені бірінші солар дінді жақсылайды, сосын елге үйретеді ғой деді. Ондай болатын болса, сендердің имамдарыңды, молдаларыңды айтып берейін деді. Чүп деп былай папкасын шығарды. Әкімшіліктің бір несін шығарған сияқты, мен таң қалдым. Осындай, Жамбыл облысы, осындай деген жерде, мынандай жерде жаназаның құны 2000 теңге. Мынандай кезде мынандай кезде былай болады. Сосын жаназада істелінетін істер, жаңа шатаға шапан жабылады, одан кейін мынандай болады. Жуған адамдарға берілетін киімдер, басын жуған адамға бас киім береді екен, денесін жуған үстін киім береді екен, аяғын жуғанға аяқ киім береді екен. Бүйтеді, осы сумалған кезде осынша болады, өлген үйден осынша ақша шығады. И соның бәрін үйреткен молдалар, сендер өлікті пайдаланып батқанда халықтың үстіне ақша көріп жатсыңдар. Осы ма дінді осыны айтқанын келіп тұр ма сендерге? Жүк, кейін келесін ашты. Енді имамдар көрсеткіші. Осына жерге имам сайланған. Мен сол имам болып жүр, сол имамдарды білмеген ғой. Кейін қарасам жаңалықта шыққан екен ол. Мына жердің имамы бұрын сотталған, түрмеден шыққан, қазір имам болып жүр. Ол қалай енді бұрынғы ондай адам имам болу керек? Енді мына жерде пәленше түгенше имам, ол сол кезде шыққан екен. Түгенше имам, пәленше бір үйге барған кезде біреудің күйеуі жаңағы вахтаға жұмысқа кетіп қалған, ол имам сол үйге Құран оқимын деп барған, сол жақта қалып кеткенде екі этажды өліп қалған екеуі. Ана көмірден, пештен не шығып кетіп, екеуі өліп қалған, әйелі астына жатқан, үстіне жатқан күйінде өліп қалған ғой. Осындай, бұл тіркелген. Осылар ма сендердің діндерің дейді. Алданып қалмау керек, сен қай кезде кетіп қалатынын білмейсің жаныңды. Әрқашанда бір тазалықта жүру керек. Үмітсіз шайтан деп қойды. Сол үшін үш түрлі қарым-қатынас бар. Ол адамдар діннің көрсеткіші емес, сіздерге айтып қойын. Маған сұрақ қоятын адамдар намаз оқитын да, намаз оқымайтын сұрақ қояды. Намаз оқығандардың ішінде бір нелер бар, әттеген ай деп қалатын жағдайлар. Ал намаз оқымайтын адамдардың сұрақтары, оған жауап жоқ. Ол өте қиын. Мен ойлаймын, адамдар осындай күнә жасайды ма деп. Мен сіздерге даже айтып оны білеймін, айту керек пе, кей кезде айтуын айтып аламын да, өзім жаман болам. Туған әкесі зорлаған 3 қыз намазға келіп отыр да. Зорланып жатқандар. Сонда енді біз шариғат бойынша әке-шешеңе жақсылық қыл, жақсы көр деп, біз жақсы көре алмаймыз дейді. Үшеуміздің пәктігімізді алып тастаған дейді. Шешемізді ұрып құлатып, солардың шешесін көзінше зорлаған ғой қыздарын. Сонда өтірік қойса күнәһар бола ма? Қазақтар осылар. Мен білмеймін, бұлар енді білмеймін қалай енді бір осындай өмірлер болып жатыр да. Бір жігіт болды. Ол намазға келген. Бірақтан не болған? Енді Алла сақтасын. Келіншегі жаңағы жігіттің туған әкесінің бала туып отыр ғой. Жаңа жігіт айтып отыр да, енді қатын белгілі ғой дейді, кетті ғой қатын дейді. Жүйері көрші ғой. Кетті. Енді әкемді не істеймін дейді. Әкеммен қалай қаламыз дейді. Мен үстінен түстім ғой дейді. Өзі біраз үйленген, бала тумай жүрген, кейін қыз туғанға сол менің қызым деп ойлап жүргем. Мынандай әңгіме болғаннан кейін тексертіп шыққан кезде менікі емес болып шықты дейді. Әкесімен бірге шығып, енді жалпы бұл жақсы жағдай емес та. Енді әкесі қашып жүр екен одан. Сол үшін бұл біреудің мінген жорғасы көрінбейді, молдан саған дорбасы көрінеді деген сияқты. Мұсылман бірдеңе істейтін болса айтыла береді. Қараңыздар. Елдің айтатыны сақалы бар мен орамал таққанның күнәсін айтады.
бірақ орамал жоқ пен сақал жоқ тағын күнә деген күніге істелініп жатыр ғой. Сіз түнде паркке барсаңыз болады. Кімнің ұлы, ана кімнің қызы құшақтасып отқан. Дискотекаға барсаңыз болады. Ночной клубтар ана бір білесіздер, бір жолы шығарып жіберген интернетте. Сондай клубтар бар екен ғой. Ол жаққа соткамен кіргізбейді екен. Біреу ұрланып кіріп түсіріп алған. Еркек пен еркектер құшақта билеп жүр ғой. Вальс. Мен ананы көріп, ақылыма сыйған жоқ. Көрген шығарсыздар, енді итір бір шығып кетті, кейін өшірді ғой. Ана лифтте сүйісіп жатқан оны көрген шығарсыз, екі жігіт. Туалеттен ұстап алды біреуді. Әйелімен үйтіп сүйіспеген шығар, өліп жатыр ғой. Лифттің есігі жабыла салып, жабысып, сорып әкетіп бара жатыр да, еркек пен еркек. Енді бұлар шығып жатыр, ал мына жақта мұсылман осырып қойса бәле қылады да. Сонымен әңгіме басталады. Сонымен не болады? Орамалда қыз ашуланып тұрса, осымен әңгіме басталады. Сонда ол бұрыннан болған нәрсе бола береді. Алла Құранда айтты: "Уама урсилу алейхим хафизин". Не дейді? Діннен алыс болған адамдар айтады: "Мен сендерді мұсылмандардың қарауыл қылып жіберген жоқпын" дейді Аллах Тағала айтады. Мен сендерге миссия берген жоқпын дейді. Олар өздері солай болғанда, аздан кешке мұсылман аңду. Әңгіме шығару. Бірақ шынымен де біз мұсылмандар бір нәрсені естен шығармайық. Діннен алыс адамдар біздің сөзімізді тыңдамайды. Діннен алыс адамдар біздің өзімізге қарайды. Біздің титтай минусымызды олар басқаша қабылдауы мүмкін. Басқаша қабылдайды. Сонда бізді шайтан түртіп қоймау керек. Маған бір жігіт келіп сұрақ қойған. Дарынаға дейді, ол сақал қойбаған спортсмен жігіт қой. Келіншегіммен бірге машинамен келе жатырмын дейді. Сөйтіп жақындай бердім, бір орыстың кісісі, бір үлкен кісі екен дейді. Пешеходный переход емес, жолдан өтейін деп қалды да. Бірақ енді машинада көп емес, бір жай жүретін жер. Сосын жаңағы мен өтейін деп қалдым, ол өтіп барды, тоқтап неғып қалды дейді. Енді мені көріп тұр, сақалым, қасында келіншегім орамалмен. Сосын мен бір исламды жақсы көрсетейінші деп ойладым да, тоқтадым да. Проходи деп айттым дейді. Сосын ана тұрды, нет, иди деп айтты дейді. Сосын проходисің, нет, иди деп былай. Сосын бір өтпеді ғой енді. Сөйтіп жүрейін десем, ол өтіп жатыр екен деп, қайттан екеуміз неғып қалдық дейді да. Сөйтіп, все, иди деп айтты дейді. Нет, мен уже қайттан уже айыпты болған сияқты. Проходи деп жаңа. Жоқ, нет деп сөйтіп тұрады дейді. Біріміз түсінбей қалдық дейді да. Сөйтіп қайттан жүрген кезде жамбасынан соқтым да шалқасынан түсірдім дейді. Өзінше бір ислам жақсы көрсетейін дегенім еді дейді да. Сонымен сыртқа жүгіріп. Алдап тұрған сияқты. Енді не қылып тұрған енді бір кәдімгідей. Алдап бір қақып кетейін деген сияқты. Сонымен шықтым да қарасам енді жерге құлады. Енді аман есен де, бірақ енді оңбай құлады дейді да. Асфальт қой. Сөйтіп деп орыстар бір әдет бар, боқтайтыншы. Боқтап жатыр, қиналады, демаламай жатыр дейді да. Извини, брат, бірдеңе, я не хотел, мен сені өйтемін, сен не поняли, сен өте бер дегенім өттім, екеуі сондай болып қалды, совпадение, сөйтіп есін житті, сөйтті да мен боқтады дейді да, твою мать, бір бәле, анау деп бастады дейді да. Шешемді боқтаған екен, тепкілеп тастадым дейді. Сонымен үйге бар, енді ойланып отырмын дейді да, осы күнә ма, күнә емес па дейді да. Мен айттым, исламды күшті көрсетіп кеттім. Ана орыс отырған шығар, не болды деп ше. Ол басқа ойлап жатыр ғой. Мен спокойно кетіп бара жатыр едім. Бір сақалмен біреу нападение жасады, машинамен соқты, тепкіледі, ол басқа айтады оның бәрін. Сенің ар жағында ол қарап отқан жоқ. Екінші бір досым. Иә. Сырттан көрген адамдар ойлайды ғой, айтылып покушение жасап жатыр. Болды, басқа вариант жоқ ол. Екінші бір досым, ол имам болған кісі. Сақалы бар, тақиясы бар. Сөйтіп бір жаздың күні бір туысқан үйіне бардым дейді. Сөйтіп балконға шығып қарап тұрмын дейді. Үшінші этаж ба, есіне шығып кетті. Сөйтіп қарап тұрсам, балалар қаяқтан тауып біледі, ана баяғыда пластинка деген болатын домалақ. Сондай тауып апты дейді. Қазір оны ешкім қолданбайды ғой. Радиоларға қоятын, андай болатын домалақ пластинка. Сөйтіп тауып апты дейді жаңағы ше, бір пашка. Сөйтіп қарап отырмын дейді. Сөйтіп жаңағы балалар енді бала ғой дейді да. Зу деп аспанға лақтырып ұшады дейді. Мен қарап тұрсам, мен қарап тұрмын, үшінші этаждан бүйтіп көтеріліп, мен бүйтіп қарап отырмын дейді оған. Зу деп барып, жерге түседі да, тақ деп шашылады дейді жаңағы. Енді біраз тұрып қалған нелер болу керек. Сосын тарсылсын бүйтіп қарап кетеді, лақтырып жатыр дейді. Кезек кімді қатты лақтырды да, мен бүйтіп балконнан қарап тұрған дейді. Бірақ зу деп күтемен кетті дейді. Сөйтіп кетіп барсам, орыстың шалы кетіп бара жатыр екен дейді. Ойланып едім, мынаның басын шабады, мынаның мұрнын шабады, точно сөйтіп жаны дегенше болған жоқ.
тура былай тиер тимес былай шақ етіп тастайды да алдынан ше. Орыстың шалы шошып кетті, былай қараған кезде мені көрді сақалмен. Мен имам, короче, орысы мені көздеп жатқан сияқтымын дейді. Мен шок болғаннан сөйлей алмай қалдым. Анау да бүйтіп қарап, дүр-дүр етіп жаңағы. Кетті ғой енді, ол айтып жатыр ғой. Мә, там вахабист балконы мені хотел убить, мен Бог меня спас деп, ол да кетті ғой енді. Сол сияқты ол шайтан қарап отырған жоқ ол. Ол басқаша қылады. Сол үшін біз де өзіміз алданып қалмауымыз керек. Есімізде болсын. Тақуа адам құлшылығы көптікпен өлшенбейді. Тақуа адам күнәсі азбен өлшенеді. Сен 5 сағат уақыт намаз оқисың, бірақ күнәң аз. Бір адам бар, тахаджуд оқиды, бірақ күнәсі көп, күнәсі азам, тақуа. Сол абзалырақ болады. Өйткені Құранда аят бар. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Расында намаз адамды үлкен кішкенеден тосады дейді. Біздің оққан намазымыз нәтижесі беру керек. Сенің маңдайың жерге тиген сәжде, сол үшін бұрынғы сәләф өкілдерін қарасаңыздар, енді олар мүлдем басқа адамдар ғой. Сәләф деген сахаба, табиғиндер, қазір жаман термин қылып жіберді ғой. Соларға қарайтын болатын болсақ, олар айтатын, түнде тахаджуд оқитын адамдарды біз күндіз жүздерінен танитынбыз дейді. Әсер болады да. Сондықтан фиуджухумның жаңағы кетеді, мен әсәри сужуд деп бар ғой. Симан фиуджу мен әсәри сужуд, олардың жасаған сәжделерінің белгілері жүздерінен көрініп тұрады дейді. Сонда Аллах тағала енді күнәларымызды кешіріп қойсын, барша мұсылмандар панасын алсын, Аллахқа сан мақтаулар болсын, орыстағандар оразаларын қабыл етсін, күнәларымызды кешіріп қойсын, дүниенің жақсылығын нәсіп етсін, ақыреттің жақсылығын нәсіп етсін, тозақтан сақтасын, бала шағаларымызға иманның кәмілдігін нәсіп етсін. Аллах тағала болып жатқан фитналардың, шахваттың фитнасы болсын, шүбхаттың фитнасы болсын, бәрінен сақтасын. Аллах тағала әрбір дінге үлес қосып жүрген, мейлі ол қарапайым адам бола ма, мейлі ол имам ба, молда ма, әйтір сәл білім алған кісілер бола ма, дінге кім үлес қосып отқан болса, ықыласпенен Аллах оларға жәрдем етсін, мәртебелерін биік етсін, айладан сақтасын. Ал енді кімде-кім Алланың дінімен алысы болған, зиян қылам деп өтірік, басқа жала үйтіп таратқанда болатын болса, Аллах оларды жәрдемсіз қалдырып қойсын. Субханакалла бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука. Аллах тағала оларға тәубе нәсіп етсін, тәубеге лайықсыз болса, зұлымдықтарын өздеріне қайтарсын. Әмин.